Сәлем. Бүгін біз сіздермен to be етістіктерінің қай кезде қолданылатыны жайлы сөз қозғайтын боламыз. Жалпы ағылшын тілінде етістіктерді екі топқа бөліп қарастыруға болады. Олар негізгі етістіктер. Ол негізгі етістік деген қимыл іс-әрекетті білдіретін етістіктер. Мысалы, оларға play, ойнау, run, жүгіру, sleep, ұйықтау деген сияқты етістіктерді жатқызсақ болады. Бұл негізгі етістіктер тобына жатады. Ал бүгін біз сіздермен to be етістіктері жайлы сөйлесетін боламыз. To be етістіктері ағылшын тілінде осы шақта 3 формасы бар. Олар бізде am, is және are. Осы 3 формасы осы шақпен қолданылады. To be етістіктерін жалпы қай кезде қолданамыз дейтін болсақ, to be етістіктерін біз сөйлемде қимыл іс-әрекет жоқ болған кезде, сөйлеміміз тек қана ақпаратты ғана беріп тұрса, сол кезде to be етістіктерін пайдаланамыз. Мысал ретінде, қазақ тілінде мен егер мен камшатпын деп айтатын болсам, бұл жерде сөйлем екі сөзден ғана тұр, мен және камшатпын деген екі сөзден. Ал ағылшын тілінде дәл осы сөйлемді аударып айтатын болсақ, I am камшат деген сөйлем шығады. Неліктен? Себебі ағылшын тілінде сөйлемдер етістіксіз жасалмайды. Логикалық тұрғыдан алып қарайтын болсақ, егер сөйлемде қандай да бір қимыл іс-әрекетті сипаттап тұрсақ, онда to be етістіктерін қолданбаймыз. Егер сөйлемде қимыл іс-әрекет сипатталмай, тек қана ол жерде бір сезімдер, біз туралы ақпарат, қандай да бір заттың сипаттамасы айтылған болса, онда ол сөйлемдерде біз to be етістіктерін қолданамыз. To be етістіктері жіктеу есімдіктерімен әртүрлі қолданылады. Мысалға, I, мен жіктеу есімдігі, I жіктеу есімдігімен am деген to be етістігі қолданылады. Яғни, I am деп айтылады. I am, біз оны қысқаша I'm деп қысқартсақ болады. She, he, it жіктеу есімдіктерімен, яғни she қыздарға айтылады, ол деген мағынаны білдіреді. He ұлдарға айтылады, ол деген мағынаны білдіреді. It заттар мен жануарларға айтылады, ол деген мағынаны білдіреді. Осы үшінші жақтағы есімдіктермен is, to be етістігінің формасын қолданамыз. Ол қалай көрініс табады? Мысал ретінде, she is, he is, it is. Осыларды қысқаша she's, his, its деп қысқартсақ болады. Және көпше түрдік мағынаны білдіретін жіктеу есімдіктері you, сендер, сіздер, сен, we, біз, they, олар. Осы үш жіктеу есімдігімен are деген to be етістігінің формасы қолданылады. You are, we are, they are. Қысқаша айтатын болсақ, қысқартып айтуға да болады. Мысалы, you are, we are, they are. Біз қазір to be етістіктері мен жіктеу есімдіктері қалай бірге қолданылатыны туралы айттық. Енді осылармен to be етістіктерімен қалай сөйлем құрастыру керек екенін айтамыз. Сөйлем құрастырған кезде жалпы ағылшын тілінде болсын, қазақ тілінде болсын, сөйлемнің басында білесіздер, бастауыш тұрады. Бастауыш дегеніміз ол кім, не деген сұрақтарға жауап беретін сөз табы. Сол сияқты ағылшын тілінде де қандай да бір болып жатқан іс-әрекеттің сипатталып жатқан заттың сипаттамасы, яғни бұл жерде зат негізгі бастауыштың мағынасын білдіріп тұрған. Немесе адам, немесе жануар болуы мүмкін. Осы адамның аттары, жануардың аттары, заттардың аттары, зат есім болғандықтан да ол бастауыштың мағынаны білдіріп сөйлемнің басында тұрады. Немесе көбінесе біз жіктеу есімдіктерімен сөйлемдерге мысал келтіреміз. Жіктеу есімдіктері деген I, мен, you, сен, сендер, сіздер, we, біз, they, олар, she, ол, he, ол, it, ол. Осы жіктеу есімдіктері бізде зат есімдерінің орнына қолданылатын сөздер. Яғни, осы жіктеу есімдіктерінен кейін бізде екінші to be етістіктері тұрады. To be етістіктерінен кейін бізде ақпаратты беріп тұрған толықтауыш сөз келеді. Мысалы, she is my friend. She is my friend. Ол менің досым. Мен қандай да бір қыз туралы, оның менің досым екен жайында ақпарат беріп тұрмын. Кімнің кім екенін айтып жатырмын, байқасаңыздар. Немесе it is my bag. It is my bag.
бұл менің сөмкем. Яғни бұл заттың не екенін айтып тұрмын. Немесе they are girls. They are girls. Олар қыздар. Олар қыздар. Немесе I am a teacher. I am a teacher. Мен мұғаліммін. Немесе they are from Italy. They are from Italy. Олар Италиядан. Яғни жалпы to be етістіктерін сөйлем құрастырған кезде, to be етістіктерін пайдаланып сөйлеген кезде, балалар, ең негізгі нәрсе біз ол to be етістіктері қай кезде қолданылатынын білуіміз керек. Ал қазір менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қойыңыздар, алдағы уақытта осындай пайдалы видеолар шығып тұратын болады. Ал қазір жалғастырамыз. To be етістіктерін қандай жағдайда қолданамыз? Мұқият болыңыздар. Егер дәптер ручка болатын болса, дәптер ручкаларыңызды алып, жазып алыңыздар. Қазір біз сіздермен осы to be етістігін қолданудың жалпы айтқанда негізгі 10 жағдай туралы айтатын боламыз. Ең бірінші, introducing people, яғни адамдарды таныстыру. Мысалға алатын болсақ, I'm Steven and this is Kate. This is my son Tom. Яғни мен Стивенмін және бұл Кейт, бұл менің ұлым Том. Екінші жағдай age. Age деген ол жас, адамның жасына байланысты айтқан кезде де to be етістігін қолданамыз. Мысалы, I'm 25 years old and my mom is 50. Мен 25 жастамын және менің анам 50-де. Адамдардың жасын айтқан кезде де to be етістігін қолданамыз. Үшінші жағдай job. Job дегеніміз жұмыс, немесе мамандық атауларын айтсақ та, яғни бұл жерде I'm a teacher and my wife is a doctor. I'm a teacher and my wife is a doctor. Мен мұғалімін және менің әйелім дәрігер. Мамандықты айтқан кезде, жұмысымызды айтқан кезде. For, яғни төртінші nationality. Nationality яғни ұлт. Кімнің қаяқтан келгенін, қандай ұлт екенін айтқан кезде де to be етістігін қолданатын боламыз. Мысалы, Alex is from Ireland and Sonia is from Japan. Alex Ирландиядан және Sonia Жапониядан. When we speak about feelings, яғни біз сезімдер туралы сөйлескен кезде де to be етістігін қолданатын боламыз. Feelings, сезімдер. I'm happy. She is very tired. Мен бақыттымын, ол сондай шаршап тұр, шаршаған, Адам өзінің сезімдерімен бөліскенде де to be етістігін қолдану арқылы бөліседі. 6. Color. Color дегеніміз түс. Кез келген заттың түсін айтқан кезде. Мысалы, our dog is black. Біздің итіміз қара. His eyes are blue. Оның көздері көк. Яғни бұл жерде blue, black түстер айтқан кезде to be-ді айтамыз алдында. 7. Prices. 7-шісі баға. Кез келген заттың бағасын айтқан кезде де to be етістігін пайдаланып айтамыз. Мысалы, it's 500 теңге. Бұл 500 теңге. This t-shirt is $20. Бұл футболка $20 тұрады. 8. Weather. 8-ші ауа райы туралы айтқан кезде. Weather, ауа райы. It's sunny today. Бүгін күн ашық. It's very cold this morning. Бүгін таңертең сондай суық болды. Немесе уақытты айтқан кезде. 9. Time. Time яғни уақыт. What time is it? Қарапайым сұраймыз ғой. What time is it? Сағат қанша болды? How's the time? Бұл жердің бәрінде to be етістігі қолданылып тұр, өйткені уақытқа байланысты айтылып тұр. It's 10:04. Сағат 4-тен 10 кетті. It's 10:04. It's 7 o'clock. Сағат 7 болды деген сияқты. Және 10, 10-шы жағдай, when we describe something, яғни descriptions. Бір затты сипаттаған кезде, сипаттамаларды айтқан кезде to be етістігін пайдаланып айтамыз. Мысалы ретінде, he's very short. He's very short. Ол сондай қысқа, яғни оның бойы туралы сипаттама беріп тұр. These are old and cheap.
бұлар сондай ескі және арзан. Бұлар ескі және арзан. These are old and cheap. Қандай да бір затты сипаттап тұр, қандай екен, иә? Сонда сипатталып тұрған сын есімнің алдында to be етістігі қолданылып тұр. Жақсы, сонымен сіздер бүгін to be етістігінің 10 қолданылу аясы туралы үйрендіңіздер. Оларды қайталап өтетін болсақ, бірінші жағдай introducing people, адамдарды таныстырған кезде, екінші жағдай age, жасын айтқан кезде, үшінші жағдай job, жұмысы туралы айтқан кезде, төртінші жағдай nationality, ұлты туралы айтқан кезде, бесінші жағдай feelings, сезімдер туралы айтқан кезде, және алтыншы жағдай colors, түстер туралы айтқан кезде, жетінші жағдай бізде prices, бағасын айтқан кезде, 8 weather, ауа райы туралы айтқан кезде, 9 time, уақыт туралы айтқан кезде, және 10 description, сипаттама берген кезде. Ал жалпы to be етістігі қай кезде қолданылады деген сұраққа жауап беретін болсақ, жалпы to be етістігі біреу туралы, бір зат туралы, немесе жануар туралы ақпаратты беру үшін, алу үшін, сұрау үшін, ақпарат алмасу үшін қолданылады. Және логикалық тұрғыда есте сақтайтын болатын болсақ, онда біз to be етістігін егер біздің сөйлемімізде негізгі қимыл іс әрекет жоқ болған жағдайда сөйлемге to be етістігін кіріктіріп қолданамыз. Мысалы, егер мен сағат 7-де ұйықтаймын дейтін болсақ, бұл жерде ұйықтау деген қимыл іс әрекет бар. Бұл жағдайда to be етістігі қолданылмайды. Біз тек қана ақпарат бергенде, сипаттама бергенде, уақытты айтқанда, жасымызды айтқанда, бір адамды таныстырған кезде, бағасын айтқан кезде, сезімдерімізді айтқан кезде, және өзіміздің жұмысымыз, мамандығымыз туралы айтқан кезде, ауа райы туралы айтқан кезде осы to be етістіктерін қолданамыз. Және қорыта келген кезде to be етістіктері әр есімдікпен әртүрлі қолданылады. I мен am деп айтамыз. I am, I'm. Мен деген сөз, иә. She, he, it пен is деп айтамыз. She is, he is, it is. You, we, they мен are деген to be-дің формасын қолданамыз. You are, we are, they are. Бұл I, you, we, they, she, he, it ол бізде бәріміз білеміз, ол жіктеу есімдіктері. Және I, мен, you, сен, сендер, сіздер, we, біз, they, олар, she, ол, қызға айтылады, he, ол, ұлдарға, it, ол, заттар мен жануарлар туралы айтқан кезде қолданылатын есімдіктің түрі. Жалпы бір сөйлемді біз болымды, болымсыз сұраулы қылып қазір мысал келтіріп көрсетемін сіздерге түсінікті болу үшін. Мысалы, this house is big деген сөйлемді алайық. This house деген бұл үй деген сөз. This house бұл жансыз зат болғандықтан үй. Одан кейін біз is деген to be-ді қолданамыз. Is'ден кейін ары қарай ол қандай сипаттама? Big, үлкен. This house is big. Дәл осы сөйлемді біз жоқ деп болымсыз сөйлемге ауыстыратын болсақ, болымсыз сөйлемдер to be етістігінен кейін not демеулігін қолдану арқылы жасалады. Яғни this house is not big. This house is not big. This house isn't big. Бұл үй үлкен емес. Is not және isn't екеуі бір сөз. Is not деген жалпы түрі, isn't қысқартылған формасы. Көбінесе біз қысқартып қолданамыз сөйлемдерде. Яғни to be етістіктеріне not демеулігін қосу арқылы болымсыз сөйлемдер жасаймыз. Is'ге not қоссақ isn't, аға not қоссақ aren't, M'ге not қоссақ M'ді біз есімдікпен қысқартып жібереміз, немесе am not деп бөлек жазылады. Болымсыз сөйлем осылай құрастырылады, және сұрақ қою үшін to be етістігіміз ақпарат алу үшін сұрақ қоямыз ғой. Сұрақ қою үшін бізде жалпы сөйлемдердің басында бастауыш емес to be етістіктер тұрады. Яғни to be етістіктер ол am, is, are осы жақта, яғни сөйлем осы сөздердің біреуінен басталады деген сөз. Мысалы, is this house big? Бұл үй үлкен ба? Is this house big? Бұл үй үлкен ба? Яғни this house деген бастауыштың алдындағы is to be етістігін жаздық алдына, яғни is this house big? Is it mine? Ол менікі ма? Немесе is she from Japan? Ол Жапониядан ба? Деген сияқты to be етістігін бірінші қоямыз. Мысалы, are they my toys? Are they my toys? Олар менің ойыншықтарым ба? Деген сияқты. Сұрақ қойған кезде біз мысалы is this house big деген сұрақтан
Жауап беретін болсақ, yes, it is. Yes деген иә, одан кейін нені сұрап тұр? Үйді сұрап тұр, яғни біз оған есімдікпен it деп айтамыз, жансыз зат болғандықтан. Is арқылы сұрап тұр, сондықтан it-тің қасына is'ді жазамыз. Yes, it is. Жоқ деп жауап беретін болсақ, no, it isn't. No, it isn't. No, it isn't. Біз жоқ деуген жауаптарда, болымсыз жауаптарда, to be етістіктерімен not демеулігін қысқартып айта берсек болады. Isn't, aren't, am not деп. Ал егер я деп жауап беретін болсақ, біз to be етістіктерімен есімдіктерді қысқартпаймыз. Яғни, it's демейміз. Yes, it is. Yes, she is. Yes, they are. Yes, we are. Yes, I am. Деп бөлек-бөлек толық жазамыз. Жалпы бүгін сіздерге to be етістіктері туралы түсінікті болды деп есептеймін. Алдағы уақытта сіздерге to be етістігіне қатысты тапсырма беретін боламын. Осы тапсырманы орындап, төмендегі сілтемедегі WhatsApp номеріне жіберу арқылы тексерсеңіздер болады, және қандай да бір сұрақтарыңыз болса, WhatsApp-қа жазып сұрауларыңызға болады. Мен сұрақтарға жауап беріп кері байланыс беремін, тек қана өзімнің осы каналға подписаться еткен кісілерге ғана. Сондықтан да міндетті түрде подписаться етіп алыңыздар, және келесі шыққан видеоны көруді ұмытпаңыздар. Жақсы, сау болыңыздар.